Үздік жас маман 2021 жыл. Байзақ ауданы Ақшолақ орта мектебі. Әбдімомынова Жанерке Жұмағалиқызы. Ағылшын пән мұғалімі. Педагогикалық ұстанымым, маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Ыбырай Алтынсарин. Басты мақсатым білімді ұрпақ тәрбиелеу, ел болашағына өз үлесімді қосу. Менің ұстанымым, мұғалім күнде үйренуі керек. Ол үйренуді тоқтатқанда мұғалім болудан қалады. Амангелді атындағы орта мектепті 11 жыл білім нәрімен сусындап, түрлі байқауларға қатысып, білімімді шыңдап, аудандық, облыстық, республикалық байқауларда бой көрсеттім. Білім бәсекесінде ғана емес, өнер жолында да біраз жетістіктерге жеттім. 2017 жылы Тараз халықаралық инновациялық институтының білімгері атандым. Жоғары оқу орнының қабырғасында жүріп, сабағыммен қатар қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, өнерімді көрсетіп, қабілетімді шыңдадым. Білім факультеті студенттік декан орынбасары қызметі, Күлтөбе пікірсайыс клубының спикері және ООН еріктілер тобының мүшесі болдым. 2021 жылы ағылшын-қытай тілінің дипломын қолыма алып, Ақшолақ орта мектебінде ұстаздық қызметті бастадым. Бабаның білім жолын қуындым мен, ұстадым тектіліктің туын кімнен, дулаттың даратолға ұрпағымның, өзімнің бастайыншы туындым мен. Ұстаздық болды менің ұнатқаным, байқасам арманымнан жырақтамын, 18 мың ғаламнан таңдап жүріп, Ақшолақ мектебіне тұрақтадым. Басында қобалжыдым, торыққанмын, мектеп өмірін көруге қорыққанмын. Қорқыныш артта қалды, себебі мен өте жақсы ұжымға жолыққанмын. Ұжымым мен келгенде аялады, көңілім жақсылықты саялады. Қалдыбек қызы Ләззат апайымыз ешқандай да көмегін аямады. Бұл өмір маған биік белес берді, қорқытты, қиналдырды, елес берді. Сол сәтте Сраилова Индира апай бөлісіп, тәжірибе мен кеңес берді. Бұл жалған басқанымен бармысымды, мен бірақ маман болам нар мүсінді. Нұралы Құрақбайұлы басшымызға ерекше айтқым келет алғысымды. Ол менен қорқынышты қуып берді, кірлетпей жігерімді жуып берді. Алғашқы дебютымды жасайсын деп, белімді мықты қылып буып берді. Бұл менің облыстық, республикалық жетістіктерім. Заман талабына сай курстардан жиі өтіп тұрамын. Педагог қызметінде небәрі 2 ай ғана тәжірибем бар. Алдағы уақытта қоржынымды оқушыларының жетістіктерімен толықтырамын. Жүректі ашуды үйрендім, қанатсыз ұшуды үйрендім. Оқушылардың көзіндегі зор ұшқынды көргенде, мұғалім болу зор бақыт екенін түсіндім. Жаһандану заманында өркениеттен қалмайтын, бойында бәсекеге қабілетті қасиеті бар, барынша жаңа технологиялармен қаруланған, білімді де білікті ұстаз өз кәсібінің майталманы болары сөзсіз. Сондықтан мен өз болашағыма, шәкіртімнің болашағына зор сеніммен қараймын. Еңбек етсең ерінбей, бақытыма сенемін, мақсатыма жеткізер уақытыма сенемін деп ақын ағамыз жырлағандай, мен де жан-жақты дамыған шәкірттерді дайындауда шаршамай еңбек етіп, және сол еңбегімнің зая кетпейтініне сенемін.